Bismillahirrahmanirrahim. Туғандар, даярдан қылай. Бұйылқы сезонды ала тұрған ат. Бой десе бойы бар, сын десе сыны бар. Қиялдың жаңағы сақтап атқан аты, бұйыл сезонға даярдап атқан аты. Азыр малыматты өз берет. Қырғыз жылқы дейді. Өзі негізі қырғыз жылқыға басым жасайды бұл. Қиял досым бері бұрдағы сәкен бастырып малыматты бере берейлі өкөліп. Атты қаяқтан алғансың, жашы қандай? Бұл жашы 3 асыйды басым, 6 жаш. Ат Бішкектен келген. Жаңасында үйірді жүрген. Өтір 2 асый, 3 асыйында үйделе тұрған атта. Қазір аттаған жемдеп тұрған ат. Анан мен алғамын бұны үш. Ал мен бұйыл жақшылап суытып, ұлаққа салып, өріп, жақшы шықса, жақшы ақшаға сатайын деп аттым елем, ішіне керек болады. Азыр арзан еле қойысын деп? Жөндірақ еле қойамын. Ана, шыр еле мұндай, сатылышқа қойып қойып сен аны. Анан, бұл қырғыз жылқы дедің да? Бұл бірелі қайынан башта бірелі адам қолында тұрған. Анан да маға өтті забыл, өзінің егесінен, өзінің бейлерінен, өзінің сойыз малынан не кел сатты дейді. Анан білмеймін, ошо башында башқа жақтан данчак айғырлар келгенде ошолар қалған қалғаса. Ошо Россия башына келген емес. Қырғызстанның не аты? Қырғыз еле жылқы, Қырғызстандың аты дейтін. Сынды қарап қол, Шул аттың сынына бірден лайк басып қоғылаш, Алланың разышылығы үшін. Bir жыл айғыр қойғанда құлындар өте сон түсті дейді, жәттері. Сынды құлындар түсті. Үйірі демек бар. Үйірі анық. Анан улағычы? Улаға 2 жолы апарып салған екен, жәттері. Бирок 2 тең дейді. Нары бері топтан өткөмін дейді. Анан бұл ат әлінсіп улақтан шығып қалып, жаңағындай қордық келе көрген ат емес бұл. Бұл ең бәше тәрбиялап бір айғыр қойып ат қылып алса болады да. Улаққа үйретіп, анан улақтан шығып қалып, жаңағындай болған емес. Таза нәрсе. Құты қолы, денсаулығы тап-таза бар. Шерден бір жылы олатып қойшы досым, жылосы да қарағыланды. Бұл ат даяр болса сезонға жара тұрған ат бұл. Көп қинабай. Анан 2 мал бастырып атасың, Қиял? Аға көп болған жоқ та. Кече видеода айттым да 2 малда бастырып атады берки көк атты. Ушу комментарий жазғанға не деп жооп бересің? Қайсы көк атты? Кече көк атты саттық қой. Ошон эми 2 мал бастырып аттың. Анан кийин буну дагы 2 мал бастырып атты деп кечке малы жана үйгө барганда сүйлөп койдум эле. Бул кантип эле 2 мал бастырат, берки атты минсе деген суроо болду да. Эми Кыялдын эртерээк кетте бардыгын айтчы. Эми эртерээк бу Кыял башка иш кылбайт да. Мындан башка ат алса деле аны деле 2 мал бастырат. Иши ушул. Аны эми туура түшүнүш керек тугандай. Жанагы ойлоп эле кантип беркини бастырса буну бастырбайт. Жалган дегенден алыс болуш керек да. 3-4 ат болсо 4-өн тең 2 жолу бастыра берет. Убактына карап. Мына атты көрсөтүп атабыз, нары бери бастырып. Аттын бою Кыял канча чыгат досум? Аттын бою метрге 1.68 чыгат. Эми уровеньге 1.65 эле бере, 65 плюс да. Уровеньге 65 плюс. Метрге эми 70 теле чыгып берет. Эми таштан чыга берет. Уровень койсоң баштан. Мына Кыял жоругу өтө жоош, караганга бардык деле кармат, аякчы деле карай берет. Теп иштебейби? Жок, андай өндүрлөр жок. Мына анан эң эле негизги жери Кыял. Баа кандай коюлат, ошону айтчы. Акчасы жантере өз негизи оюм өйдө болчу. Суутуп
Эми ошо эгеси айткандай жакшы аралап берсе, эми баргыдай бирок жылоолорундан ат билинет да мингенде элечи. Өйдөрөөк коеюн деп атам эле, эми азыр акча кичине керебирээк. 470 миң коем да. 470 миң. Ооба, түшүрүп берем дагы. Мына. 470 миң туугандар. Ооба, эми башкалар ар кандай бааны коюп атат, эми ар ким өзүнүн малын өзү билет. Ооба. Ал жагына киришпейбиз. Ооба, ал жагына киришпейбиз. Ушул атты алгыла дагы бир аз менет кылып туруп, киргизип, тарбиялап. Эми алган адам деле күйбөсүн, жанагы кандай болгондо деле акчасын жеңилирээк эле коелу. Ооба. Эми алган адам делечи пайдасын көрсүн, айгыр коебу, булак чабабы. Алып булакка чаап 10 миң доллар десе деле эми уяттуу эмес, мындай жарашат. Не дегенде аттын бою башы, көрүнүшү ошого стоит. Андан чоңуна стоит. Мына. Кыял телефон номерди айтып кой. 708 80 52 53. Мына. Азыр тартылды. Ушул боюнча кой беребиз. Кандай болсо ошондой чыгат туганда. Атты келип көрүп, минип көрүп, баалаша бересиңер. Ооба, эми телефондон неме боло берет. Келип көрсүн, минип көрсүн, аттычы. Жанынан көрсүн жубай. Мына, узундугун карагыла. Кааласаңар чап ойнойсуңар, кааласаңар үйүргө коесуңар. Кыскасы баарына түшөт. Ат Жалалабад, Нокен, Рахманжан айылында.